Сәлеметсіздер ме? Тағдыр сыйы каналымның тыңдаушылары, менің каналыма қолдау білдіріп отырған әрбір жанға Алланың нұры жаусын. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз өте аянышты, қыз тағдыры жайында болмақ. Айжанның сабағы соңғы уақытта нашарлап барады. Сыныбындағы озат оқушылар қатарынан болғандықтан төмендеп бара жатқанын апайлары бірден байқады. Өзімен сөйлесуге сынып жетекшісі әрекеттеніп еді. Нәтиже шығара алмады. Онсыз да мектепке қос аяғын сүйрете келетін Айжан соңғы аптада жиі қалуды шығарды. Ауылдағы тұрмысы төмен отбасылар қатарынан екендігі баршаға аян. Үйіндегілердің ешбірі жұмыс жасамайды. Ата-әжесі кәрі кісілер, әкесі ішкілікке салынған. Сау кезінде сақырлаған көлігімен ауыл мен қала арасында адам тасиды. Жолай арақтас достары кезіксе, тапқанын соларға құртатыны тағы бар. Үйіне сау келіп, бір бөлке нан әкелсе, барлығының жүздері шаттанып, сол күні той болатын. Анасы Гүлмаржан үй шаруасында. Күйеуге шыққалы, осы босағадан аттап шыққан емес. Туған туыс, көрші қолаң қатарға қосуды қойған. Бәрі жағдайға, ақшаға келіп тірелетіндіктен, маған олардай болу қайда деп мойынсұнған. Кейде ғұмырының сүреңсіз өтіп жатқанына қапаланып, жалғыз өзі қорада жүріп, қозы-лаққа мұңын шағып, көз жасын көл қылып алатыны бар. Қызы Айжанның өзінің тағдырын қайталамағанын қалайды. Күні-түні кітап кемірте, жазу жазғыза беретін де сол. Оқысаң бір жерден шығарсың, көкірек көзің ашық болсын дегені еді. Соңғы уақытта әкесі ішуді тым үдеткен. Анасын өлтіре ұратыны сонша көгермеген жері жоқ. Кейде тұра алмай жатып қалады. Ұрмашы Ғабит, өлтіресің ғой, жанымды аясаңшы деген сөздері Айжанның құлағында қалып қалғандықтан әлі күнге өзіне келе алар емес. Бала күнінен көзі қаныққан көріністер болса да, анасының аянышты жүзі санасынан өшер емес. Ата-әжесі де араша болудан қорқады. Қартайғанда баласы өлтіріп қойыпты деген сөзден қашады. Әкесі ішкен кезде есіріп, еліретіні сондай, адам кейпінен айырылып қалатын. Айжан анасы үшінде, артынан ерген інісі үшінде алаңдайды. Анасының күлімдеген жүзін соңғы рет қашан көргені есінде жоқ. Сабаққа бармай, анасына қолғабыс жасап жүргені де сол. Ең болмаса, таяқтың орны жазылып, шешесі өзіне келгенге дейін мектепті қоя тұруды жөн көрді. Артынан ерген жалғыз інісі де сондай жалтақ болып өсуде. Көшеге шыққанда қасына бала келсе, ұрама дегендей басын бүге береді. Әкесінің іс-әрекеті бауырын су жүрек етіп өсіруде. Атасы 70-тен асқан шағында алжи бастады. Тамаққа тойып алып, артынша қарным аш деп ұрыс шығаратын. Күні-түні ұйқысы қанық болса да, келген-кеткенге мыналар мені ұйықтатпайды, жата бересің деп ұрсады деп жамандауды шығарған. Түннің ортасында оянып, балалығындағы жүрген тұрған сай саласын, таутасын көргенін айтып, сол жаққа кеткісі келетінін, сағынғанын, тіпті мені апарыңдаршы деп еңкілдеп жылауды шығарған. Әжесі ондай сәтте, қу, өтіп кеткен Дәурен-ай, қимайсың ғой, қимайсың, қайтейін, әке-шеше қойнындағы алаңсыз күндерін кім сағынбайды дейсің, осынша мүсәпір болғанша өліп неге кетпедің екен, деп көзінің жасын бір сығып алатын. Шалы алжығаннан кейін тіршіліктері тіпті ауырлап кетті. Мазасыздығы кейде қажытып жіберетін еді. Ілініп жүрген келініне жаны ашып, өзі сүйрелете жүріп, бір жағынан табылатын. Оған қу денсаулық төтеп бермей, туралап жатып қалатын. Немерелерінің қамына жолда огород егеді. Өзінің бойы бір тұтам Алтынкүл апа арамшөп арасынан әлсіз көріне бүкшиіп отырады. Азын-аулақ қызанақ жұлып, бұйыртқан мұнысы да шүкір деп жантая кетеді. Айжанның тұрмыстық жетіспеушіліктен шаршағаны сондай, ештеңеге зауқы соқпайды. Кейде қашып кетіп, мені бай отбасы тауып алса ғой, деп қиялдайтыны да бар.
Өз ойынан өзі селк ете, сондай түйгілерге кім қарайласады? Жоқ, бұл ойым дұрыс емес, деп өзіне қайта келетін. Әжесінің соңғы кезде хал-ахуалы нашарлап, ауыл медбикелері укол салып жүр. Бұл кісінің иммунитеті әлсіз, сапалы тамақ ішу керек, құр система уколдан пайда жоқ, деп кетеді. ұн мен майды айдан айға бөліп алатындықтан тамақты күн сайын тек есеппен ғана жасауды әдетке айналдырған. Кейде Алтынкүл апа немерелері тойсын деп түртіп қоя салатын. Оның үстіне шалының да араны ашылып, одан қалса бұтына жіберіп, әбігер ететіні тағы бар. Иісі шығып, көрші қолаңнан ұят болмасын деп, әжей байғұс мұздай суға дембіл шайып алады. Жас күнінде тазалықты жанындай сүйгенімен, қазіргі жағдайы ұқыптылықтың ауылынан алыс қалып қойды. Құдайдан, шалды менің алдымда ал, қартайғанда келін балаға қор етпе, ел жұртқа масқара болмай кетейік, деп жатса да, тұрса да тілек білдіреді. Ар ұятты алдыңға орынға қоятын Алтынкүл апа соңғы сапарларының абыроймен болғанын қалайды. Шілденің ыстық күнінде шалы өзенге түскім келді, мені құрдастарым күтіп тұр, деп бой бермей үйден шығып кетті. Баласы әдеттегідей қайда жүргені белгісіз. Келінім пенсияға, орталыққа жұмсаған. Айжан түпкір бөлмеде ұйықтап жатыр. Алтынкүл апа қалқалауға бір өзінің әлі келмей абдырап қалды. Әншейінде адам танымай, құлағы естімей, ұйқысы қанбай отыратын шалы мынадай ми қайнар ыстықта сергек көрінді. Жүрісі жеңіл, жүзі нұрлы, есі орнында секілді. Сөзінен жаңылмайды. Әйткенмен қай құрдасы күтіп тұр, дем арасында кіммен сөйлесе қалды. Мұнысы қалай деп түсіне алар емес. Ойбу, есім шығып жүріп, жаман ойлауға мұршам келмептау. Әй, Айжан, тұр, атаңнан айырылып қалдық па? Білмеймін. Барда көрші Сәкенге айт, өзен жаққа барсын. Атаңның сол жаққа кеткенін айт. Әруақ шақырды ма, жын шақырды ма? Алдартына қарамастан кетті. Үлгерсін, бол, тез, деп немересін жүгіртті. Әлгенде ғана тікесінен тік тұрған шалының келмеске кетіп бара жатқанын қалайша сезбегеніне қапаланды. Сонша жазғырып, ұрсып тастаушы едім, кетейін деген екен-ау, құрғыр, деп ойы сан-саққа жүгірді. Сәкен үлгерсе болар еді-ау. Құдай, асылық айттым бекен, деп налыды. Шалынан шаршап жүрсе де, жас күнінен қосылған адамы болғандықтан көңілде қимастық бар. Сәкен туғаннан осы ауылдан ұзаған емес, баласымен түйедей құрдас. Дипломын алып, отбасын құрып, қазір мектепте мұғалім. Қысыл-таяңда қолғабыс жасап жүретіні бар. Ауыл сыртындағы өзенге жетем дегенше ыстықтан қан сорпаға түсті. Қос дөңгелекті жел аяғын сабап, зорға жетті. Ау, мына кісі қалайша мұнда келмек? Жаяулатып жету тіпті де мүмкін емес қой, деп таңғалды. Көзі әзірге ештеңені шалар емес. Кідіріс жасап, анықтап қарап еді. Жағада қарайған түсініксіз бірдеңе жатыр. Сұлбасы адамға келетіндей. Жақындай барса, көршісі өзі іздеп келген Қайырхан ата. Қасына жүгіре барып, ата, мұныңыз не? Ыстықтасаңыз, үйде де су бар еді ғой, деп бетіне төне бергені сол еді. Атаның көзі ашылған күйі жүріп кеткен екен. Ақыры кеткен екенсіз ғой, жаныңыз пейіштен табылсын, деп көзін қолымен жауып, жағаға шығарды. Жолға шығып, қол бұлғап жүріп, кезіккен ауыл көлігінің бірін тоқтатып, атаны үйіне әкелді. Ауыл аймақ жиналып, көңіл айтып, жер қойнына тапсырды. Алтынкүл әжеде күн арқалап, жүдеп солып барады. Өзін іштей жеп, немерелерінің болашағын алаңдайды. Ең болмаса, Айжаным оқу бітіргенше жарасам екен деп тілейді. Немересі мектеп бітіруге жақын қалды. Бар үміті қалаған оқуына түсу. Оқу бітіріп жұмысқа тұрсам, үй үшін бұл қиындықтан құтқарсам деп армандайды. Мектеп табалдырығын аттағалы озат болған Айжан қиналмастан өзі қалаған жоғарғы оқу орнына грантқа түсті. Қалаға келіп, жатақханаға орналасты. Алғашқы күндер-ақ білімімен көзге түсе бастады. Оқудан шыққан соң дүкенде ауысыммен жұмыс жасады. Ай сайын анасына ақша салып тұрды.
Сәл шыдасам, аяққа тұрып кетем, сендер де шыдай тұрыңдар, деп жатса тұрса өзін қамшылай берді. Күздің соңғы айлар еді. Анасынан қысқаша мазмұнда хат келді. Онда әжесінің кеткенін, барлық рәсімдерге ағайындары қарайласқанын жазыпты. Әкесі де бұрынғыдай ішуді доғарған көрінеді. Қырқын өткізу үшін күні-түні адам тасып, ақша жинап жатқандарын жазыпты. Мүмкін болса, қаражат керек екенін де білдіріпті. Айжан көзінің жасын бір сығып, дүкенге түстен таңға дейін тұратын болып келісті. 3 ауысымдық ірі супермаркет болғандықтан оларға адам ауадай қажет еді. Арасында халық аз уақыттарда тұрған тұрысынан қалғып алатын. Кейде «Девушка, вы спите?» деген клиенттер даусынан селк ете оянады. Сабағында тығылып жүріп оқыған болады. Ақыры анасы сұраған ақшаны конвертке салып почтамен салды. Әбден қалжырағаны сонша ауырып, мазасы кетіп, сабағына бара алмай, жатақханада ұзағынан жатып қалды. Стипендияға оқитын болғандықтан себепсіз сабақтан қалуға болмайтынын жақсы түсінеді. Студенттер ауруханасына барып, қалған күндеріне анықтама алды. Әйткенмен, жіберіп алған сабақтарын әр пән бойынша тапсыру керек еді. Айжан бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, қатарға қайта қосылды. Анасынан жиі хат келіп тұрды. Жіберген ақшасына өзіне жаңа халат, бауырына жылы аяқ киім мен джемпер алғанын жазыпты. Әкесі достарына қосылмайтын көрінеді. Кейде араққа аңсары ауса үйден ішіп, ешкімнің мазасын алмай жатып қалады екен. Мұнысына да шүкір, бұрынғыдай ұрмайды депті хатта. Айжан ауылдан келген хатты нөмірлеп, сөресіне жинап қояды. Үй ішін сағынғанда бір қайтара оқып алады. Айжанға қала жаға бастағандай, қылдай арық еді, ет ала бастады. Өңі кіріп, шырайы ашылғандай, қатарлас қыздарға қарағанда ой-санасы жоғары болды. Бар тілеуі жоқшылықтан құтылу, аш күндерін ұмыту еді. Сабақты жақсы оқығандықтан суреті университеттің құрмет тақтасында тұрды. Мемлекеттік стипендиямен қатар облыс әкімдігінің ай сайынғы қаржылай көмегіне ілінді. Ендігі арманы сайыстарға қатысып, президент стипендиясына ілігу еді. Жатса тұрса, өзінің керемет өмірін елестетіп жүрді. Өзімен сөйлескен қыздардан ішіп сатыны сондай, амалын тауып, бөлек сытылып шығатын. Жинақылығына тәнті болған ер жігіттер, жоғары топ студенттері мен жас мұғалімдерге дейін ойының барын білдіріп жүрді. Бірі ашық айтса, енді бірі іс-әрекетпен тұспалдайды. Мұның бәрінде Айжан іштей сезетін. Мүмкіндігінше алыстан сыйласуды әдет қылған. Оқу жылы аяқталып, жаздық каникулға үйіне келген Айжан әр уақытын тірлікке арнады. Әжесінің ізін басып, бау-бақшаға мән берді. Інісі мен шешесінің орта көктемде еккен жемістерінің арам шөбін жұлып, жиегін тазартып, күнде суғарып отырды. Қыстың қамын ойластырып, анасы екеуі банка жапты. Қызы өсіп, Гүлмаржанның қолы ұзарды. Шүйіркелесіп, берекелері кіріп қалды. Күз жақындап, оқудың уақыты келді. Әйтсе де, анасының үйді әктеп бер деген сөзін жерге тастамай, тағы бір апта қалатын болып шешті. Бір өзі ақтап, жуып тазалап, бітіріп берді. Енді қалайда қалаға ұшу керек. Онсыз да кешіккендіктен бара сала жатақхананың қамына кірісуі тиіс. Өйткені жыл сайынғы тәртібіне, оқу үлгеріміне, ең бастысы өзге жерде тұрағының жоқтығына байланысты берілетін еді. Бағы жанғандар тағы бір жылға келісімге отырып, оқуын оқи береді. Айжан қалаға келе сала деканатқа ұшты. Барған бойда тізімнің жасалынып, бекіп кеткенін естіді. Биылғы жылдың жатақханасынан айырылып қалғанын түсінді. Енді қайтпек? Ойын жинақтап, есік аузында біраз тұрды. Ауылдан әкелген заттары бар. Вахтершамен келісіп, бір апта тұрармын. Одан соң қайда барамын? Үй жалдайтында ақшам жоқ. Сан түрлі ойдың жетегінде тұрған Айжанды «Сәлем» деген үн еріксіз қаратты. Бойы орта, талдырмаш, әдеміше келген қыз екен. Менің атым Алуа. Байқасам, жатақханадан кешіккен секілдісің. Дәл солай. Енді не істемек ойың бар? Білмеймін.
Есімің кім болады? Айжан. Тыңдашы Айжан, мен биыл 1-ші курсқа түстім. Әкем бұрындары мен оқиды деп үй алып қойған. Соған бірге тұратын қасыма қыз іздеп жүрмін. Бір ғана шартым бар. Үй тазалап, тамақ жасаса болғаны. Жалдау құнында азық-түлікке де ақша алмаймын. Әкемнің өзі қарайласады. Іздегенге сұраған болып, Айжанның көзі балбұл жана. Құдай, саған қалай рахмет айтсам екен. Мені тағы да далада қалдырмадың, деп шын қуанды. Екеуі шамалы сөйлесіп, жүруге ыңғайланды. Алуа сөмкелерді көтерісуге ұмтылып еді. Айжан тоқтатып, жоқ, бұлар ауыр ғой, өзің нәзік көрінесің, шамаң келмеуі мүмкін. Неге олай ойлайсың? Түрім солай болғанмен де, менің де бір кісілік күшім бар, деп күлді. Екеуі сөмкелерді сыртқа сүйрете шықты. Бірінші кездескен таксиге мініп, Алуаның үйіне келді. Университет маңына жақын жерде екен. Демде жете қойды. 2 бөлмелі, жарық, әрі кең үй. Мұнда сен жатасың, деп залды нұсқады. Мен кішкенемнен жалғыз жатып үйренгенмін. Ренжімесең, жатын бөлме менікі болады, деді. Айжанға дәлізге жатса да бәрібір еді. Әрине, өзіңе ыңғайлысын жасай бер. Мен онсыз да оқу, одан кейін жұмыс жасаймын. Бір-бірімізді сирек көруіміз мүмкін. Жақсы, келіскенімізге қуаныштымын. Ендеше дүкенге барып, азық-түлік ала келейік, деп сыртқа шықты. Алуа туғанынан қиындық көрмеген қыз, ата-анасының әлпешімен өскен, оқуға да ақылы түрде түсіп отыр. Айжан екеуінің арасында үндестік байқалмайды. Бір-бірінің ойын мүлде түсінбейді. Үйдегі ортақ күнделікті тірліктің төңірегінде ғана сөйлеседі. Алуа сабаққа 1 күн барса, 3 күн бөлмесінде жатады. Жылдық ақысы алдын ала төленгендіктен мұғалімдер де ештеңе демейді. Ал Айжанның бір сәтке де қолы босамайтын еді. Жылдың ортасы университет аралық республикалық конкурсқа қатысып, бас жүлде иегері атанды. Дымын білдірместен дайындалып, жұмысына да, сабағына да үлгеріп жүр. Айжан еңбегінің ақталғанына шын қуанды. Демеушілер қомақты қаражат бөліп, онысы толығымен Айжанның өзіне берілді. Университет тарапы да ілтипатын қаржылай білдірді. Барлығын жинап теріп, ауылына барды. Ақшамен келгенін әкесіне ашып айтпады. Ішіп кете ма деп қорықты. Анасы мен інісінің қажетін түгендеді. Бұл жолы әкесінде ұмытпады. Үстіне түзу киім кигізді. Қызына жасаған қылдай жақсылығы болмаса да, өзіне көрсеткен құрметіне мәз болды. Ақылды қызым, дегеннен артық аузына сөз түспеді. Азық-түліктерінде қамдап, қалған ақшасын анасына ұстатып, өзі қалаға қайтты. Осы жетістігінен кейін Айжан университеттің бетке ұстар абыройлы студент атанды. Ректорат тарапынан президенттік стипендияға үміткер ретінде тізімделінді. Лайықты дауыс жинаса, иегері атанатын күнде алыс емес. Өзіне сенімділігі қалыптасып, күннен күнге мақсаты айқындала берді. Тек жанына бататыны тұрып жатқан үй еді. Қалжырап шаршап келгенде жуылмаған ыдыс, шашылған төсек, төрден есікке дейін кірі мен тазасы араласқан киім. Мұның барлығы да Айжанның жүйкесіне тие бастады. Қыз баласы осынша салақ болар ма деп іштей күйініп алады. Бірдеңе дейін десе, ұнамаса есік әне, кет дейтіндей. Оның үстіне әуел баста келіскендігі тағы бар. Алуа соңғы уақытта үйге қыз-жігіттер әкеліп, отырыс жасауды да әдет қылған. Үйге келгендер Айжанның заттарына да қол салып, кейбірі жоғалып кетуде. Әр жерде ішілген спирттік ішімдіктердің бос ыдыстары да мені көрдің бе дегендей әр бұрышта жататын. Әбден шыдамы таусылған Айжан құрбысымен ашық сөйлесуге бекінді. Алуа, екеуміз жылға таяды, бірге тұрамыз. Саған қарыздармын. Мені жылыяңа кіргіздің. Бұл жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Ата-анаң сен үшін бәрін жасауда, әрі үміт күтеді. Ойымды тыңдасаң, ішімдікке әуестенбеші. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Жаныңда жүргендерде шын досқа ұқсамайды. Бала күнімнен әкем осы суға әуес болып, біз ауыр күндерді бастан өткердік.
Иісін сезсем, қатты жайсызданам. Атам мен әжем де әкемнің ішкілікке салынғанын көтере алмай, о дүниелік болды. Еш рахат көре алмады. Алуа, өтініш сенен. Осы бір ғана тілегімді жерге тастамашы. Жақсы, жарайды, сонша әсірелегенің қалай? Мені көшеде құлап жатыр деп естіген бе едің? Уайымдама, мен сен ойлағандай емеспін. Ал достарыма келсек, олардың еш артық әрекеті жоқ. Біз жай көңіл көтереміз. Жастық шақта ойнада күл демей ме? Сен сияқты таңнан кешке ауыр кітаптар көтеріп жүруден ішім пысады. Әркімнің өз жолы бар. Бұдан кейін біріміздің ісімізге біріміз араласпасақ деймін. Меніңше әңгімеміз осымен аяқталған сияқты. Мен шашымды жасатуға шығам. Қаласаң жүр, өзіңе қарасаңшы, деп мысқылдай күліп, орнынан тұрып кетті. Айжан бұл сұхбаттан еш нәтиже шықпағанын ұқты. Келесі жылы жатақханаға шығып алсам болғаны. Расында да нем бар еді, үй осыныкі, өзі біледі да, деп кешкі тамақ жасауға кірісті. Алуаның кешіккенін байқап, құр отырғанша үйді де тазалауға көшті. Бір сәтте есік шырылдады. Алуаның өз кілті бар. Мұнысы қалай деп есікке беттеді. Есік сыртынан кімсіз деген еді. Еш дыбыс байқалмады. Құлағыма естілді ме екен деп ішке қайта ұмтылғанда тағы шырылдады. Кім екен, даусыңызды шығарсаңыз? Біз, Алуа және оның достары. Есік ашылды. Даусымыз қатты шықпасын деп сыбырласып тұрған едік, деп күле кірісті. Бір топ жастар, ұлы да, қызы да бар. Арасынан балбұл жана Алуа көрінді. Шашын әрлетіп, өзі соған мәз көрінеді. Айжанның абдырап тұрғанын байқаған Алуа алдын ала: «Жә, Айжан, достарымды жолай көріп қалдым. Үйге жүріңдер» деген өзіммін. Міне, қарашы, іске басарды алдық. Сен ренжімейтін шығарсың. Өзіңе жиі айтам ғой, тағы да қайталаймын. Жастығыңнан ләззат алшы. Өмір өтеді, кетеді. Қалатын қызықты сәттер ғана. Солай емес пе, қыздар? Деп күлімсірей достарына қарады. Олар да: әрине солай. Көп болса енді 3 жыл білімгер боламыз. Одан кейін әркімнің жолы әр тармаққа бөлінеді. Бұл күндер қайтып келмейді, десті. Айжан да бір сәтке бұл ойды қолдағандай санасын осында бұрды. Расында өзімді аямайды екем. Қашан көрсең бір жаққа асығып жүргенім. Өмір осылардікі, қыдырады, жүреді. Менше бір сәтке миымды тынықтырып, Алуа мен достарының әңгімесін тыңдасам қайтеді. Еркіндік жайлы менің білерім аз ғой. Өміріме аз да болса қажетті дүние алармын, деп түйді. Сол ойдың жетегімен мен кешкі тамақ дайындап қойғанмын. Палау бастым. Қаласаңдар кешкі ас ішейік, деп дастархан жаюға кірісті. Осы сәтті пайдалана Алуа да: әне, көрдіңдер ме? Айжанның барына да шүкір. Мен бір өзім баяғыда аштан қалар едім. Жұмыртқаны да дұрыстап қуыра алмаймын, деп өзін жазғыра сөйледі. Айжанда құрбысын түсіргісі келмей: жоға, үй тірлігін Алуа екеуміз келісіп жасаймыз. Жай айта салғаны ғой, деп жымиды. Құрбысының әрекетіне Алуа таңдана қараса да, іші жіби бастады. Айттым ғой, Айжан, бұларда сен мен секілді адамдар. Қорқынышты түгі жоқ. Айжан ұялып: жоға, мен жай басқа нәрсе айтқым келген, деп ыңғайсызданып қалды. Жарайды енді, бізді сырттай көргені болмаса, жақын сөйлескен жоқпыз ғой. Қалай ойласа да өз еркі емес пе? Деп ішіндегі ұзынша келген сымбаттылау сары жігіт суырыла сөйледі. Есіктен кіргелі Айжаннан көз ала алмай отырғаны бар еді. Ырық берсе жақынырақ танысқысы бар. Бұл не отырыс? Ағайынның асына келіп едік. Жұп болып билейікші, әйтпесе ішім пыса бастады, деді қоңырқай өңді, қысың көз қыз. Өзі пысықтау көрінеді. Барлығы бір ауыздан қолда кетті. Столды дереу жинастырып, музыканы қосып, светті өшіре қойды. Жылдамдықтарына көз ілесер емес. Өздерін еркін ұстай бастады. Алуаның екезу екі құлағында. Орта бойлы қаралау жігітпен араларында жақындықтың бары байқалады. Екеуінің әлемі енді басталғандай айналаға көз тастар емес. Басқалары да қалыс қалмай әуенмен неше түрлі икем жасап, бірінен бір асуда. Айжанға бұл көріністің бәрі жат, ұят нәрселер секілді.
қайда тығыларын білмей есеңгіреп тұр. Осы сәтті байқаған Самат жанынан табыла қойды. Саған қызық емес пе? Неге қосылмайсың? Жүр, бірге билейік. Сені вальске шақырам, деп қолынан жетектеп топқа қосты. Айжан дірілдеп, тілін жұтып қоярдай тұр. Өмірінде отырысқа бармағандықтан өзін тым жайсыз сезінуде. Бүгін жұмысынан демалыс алғаны бар еді, енді өкіне бастады. Жігітпен билеуге еш дайын емес. Мұндайды ішкі ұяңдығы қабылдай алмай тұр. Самат қолын тартқан бойда белінен жымқыра ұстай баяу ырғаққа биледі. Жігіттің әтірі мұрнын жарып барады. Мына әуен қашан бітер екен деп ішінен санай бастады. Сол сәтте жарықты біреу жаға қалды. Бір-біріне жабысқан жастар демде құшақтарынан сытылып шықты. Әлгі жарықты жаққан жігіт бар даусымен мазақтай, келеке етіп қарқылдай күлді. Одан кейін барлығының даусы қаттырақ шығып, үйді азан-қазан қылды. Есіктің даусын байқар ешкім жоқ. Сындыра ұрғаны сондай, қолы бергі жақтан шығардай. Тоқтаңдар, деген Алуаның даусынан жым болған барлығы үнсіз қалды. Келген көршілер екен. Дәл қазір тыныштық сақтамаса, милиция шақыратынын әбден мезі еткендерін айтып, ашуға булығып тұр. Жиналған жұрт амалсыз тарқасты. Мұндайға әбден еттері үйренгендіктен селт етпестен кеттік, жүріңдер, деп бірін-бірі сүйрей шықты. Дембіл қоштасып, Алуа есікті жабар-жаппастан, құрбым-ау, Саматтың саған қалай қарағанын көрдің ғой. Екеуің сондай жарасасыңдар. Менің өзім қызғанып қалдым. Өзі сымбатты, ерекше жігіт. Оның артынан универде қанша қыздың жүгіріп жүргенін білесің бе? Ол тіпті байдың баласы, әкесі кәсіпкер деседі. Киген киімінен де байқаған шығарсың. Ақыры сенің жақсы өмір сүргің келеді ғой. Міне, дап-дайын келіп тұр алдыңа. Қармап қал, құрбым, өкінбейсің. Айжанның да жүрегі лүпілдей бастады. Өзіндегі сезімді түсіне алар емес. Саматтың құшағында тұншығардай болса да, дәл қазір жымиыспен еске алуда. Алуаның мақтау сөздерімен өзінің ішкі сезімі үйлесім тапқандай. Айжан күнделікті тірлігін уақытымен жасауды үйренген. Кешкі ауысымдық жұмысына келіп, шамамен 10-11-лерде қайтып жүр. Автобустың соңғы рейсіне жүгіре үлгереді. Бұл жолы жолдың бойында кешегі өзі көрген Самат тұр. Айжан, деп айқайлап, бері жақындап келеді. Сәлем, қалың қалай? Жақсымын. Жүр, сені жеткізіп тастайын. Жоқ, рахмет. Қойшы енді, біз таныстармыз ғой. Қыздың ырқына салмай, көлікке отырғызды. Қаласаң қаланы аралайық. Әлі ерте ғой. Алуа ренжи қоймас. Жақсы, тек 1 сағат қана. Айжанның жүрегі жиі соға бастады. Жігітте ұрлана қарап келеді. Самат ырғақты ән қойып, Айжанға сөз берместен сұрақты қарша боратып келеді. Айжан біріне жауап берсе, бірінде үнсіз қалады. Ондайда қу жігіт тағы іле кетеді. Осылайша сыртқа көз тастаған Айжан қаладан шығып кеткендерін аңғарды. Сен қайда барасың? Мұның не? Тыныш, Айжан, сені ешкім естімейді. Өзіңді көргеннен ынтықтығым оянып, өзімді қоярға жер таппадым. Бүгін менің айтқаныма келісесің. Сенде бәрі жақсы болады. Басқа амалың жоқ. Одан да осы сәтті бақытты өткізейік. Айжанның миы істен шыққандай. Мынау не деп тұр? Қандай бақытты сәтті айтады? Мен қайда келе жатырмын? Біткен жерім осы болды ма? Көмектесші Құдайым, құтқаршы. Айжан еңкілдеп жылай бастады. Самат одан сайын еліре, көзіне қан толған қасқырдай, түр әлпеті тіпті де өзгеріп барады. Жолдың шетіне бір бағанаға тоқтап, ойындағысын іске асырды. Айжанның зәрлі зарын ешкім естімеді. Өзін жұла тырмалағанда көгеріп, қалшылдап барады. Мен енді кімге керекпін? Кімге? Бүйткен өміріне нағыл ет. Құдай ұрсын бәріңді. Оңбай кетіңдер. Екі дүниеде жақсылық көрмеңдер. Есі бір кіріп, бір шығуда. Будақтаған темекісін аяғымен езе өшіріп, Самат келді. Зар заманың бітті ме? Қазір үйіңе апарам. Тірі жанға тіс жармайсың. Айтпады деме. Бұдан да сорақысын жасаймын. Мен қалағанда кездесіп тұрамыз. Шартым шарт. Келіспесең осы жерде жабайы иттерге өлексе боласың. Сені ешкім таппай қалады. Таңда өзіңде.
Айжан үнсіз басын изеді, көзіндегі мұң тым арыда еді. Өлекседен артық нем қалды, ал ата-анам, оларға мен керекпін, мақсатыма жеткенше кеудемді сүйрете тұруға тура келеді деген ой аққан жұлдыздай зырғи шықты. Бағына орай үйде алуа жоқ екен, жуынып шайынып, көрпе астында таңға дейін көзі суланғанша жылап шықты. Күн шыға көзі ілініп, түсінде әжесін көрді. Кішкене кезі екен, сүрініп құлап, өзі тұрғысы келмей, қырсығып отырғанын әжесі байқап, «Айжантай, тұра ғой қолыным, келе ғой мұнда», деп қолындағы тәттілерін ұсынып жатыр екен. Оянған бетінен, түсім тегін неме шығар, бұл неменің ермегі болғанша ақыры өлем, кек алып өлейін деп, арыз жазуға полициялық тұраққа барды. Болған оқиғаны толық жазып көрсетті. Олар дереу Саматты тауып қамап тастады. Бұл жайлы университет түгел естіді. Оқудан шығару жайлы ұсыныс қабылданып, бір жола оқу орнынан кетті. Алуа аяп қолдаудың орнына Айжанды үйден қуды. «Асыл қазынама едің, қайта тұрмысқа шығып шалқып отырмайсың ба? Өзің қып-қызыл ақымақ екенсің ғой. Не таптың ал? Заттарыңды жинада құры. Анау алқаш әкеңе барып, қора тазалауға көмектес. Ақыры сендерге сондай өмір бұйырған екен. Өз атыңды өзің шығардың. Енді сені көзі соқыр, қолы шолақта алмайды. Бар». Айжан бәрін естісе де жауап қайтаруға әлі жоқ еді. Үндеместен есіктен шығып кете барды. Қолындағы бір сөмкемен қайда барарын білмей, үй маңындағы аялдамада отыра берді. Бір сәтте алдына бір көлік бар екпінімен тоқтап, Айжанды салып алып кетті. «Біз Саматтың достарымыз, арызыңды қайтып аласың. Болмаса, біз де оның жасағанын жасай аламыз. Ертеңге дейін уақытың бар». Айжанның әбден үрей болғаны сонша, «Жақсы, жарайды», дей берді. Осылайша қаражаттың арқасында әділдіктің туы тағы да жерге қарады. Бұл күнде Айжан әртүрлі мейрамханаларда ыдыс жуатын болған. Самат түрмеден шығып, Айжанды қалаған уақытында ермек етеді. Қанша рет өлуге әрекет еткенмен қу жаны әлі күнге сүйретіліп жүр. Ата-анасымен қатынаспағанына да жылдан асты. Анасы ауылға келген әр сыныптасынан «Айжанды көрдіңдер ме? Жағдайын біліңдерші», деп жалына-жалына жүзі қуарған. Айжан анасының уайымға салынғанын сезіп, ұзақ ойлана хат жолдады. «Мама, қал жағдайларыңыз қалай? Мен қазір практикада жүрмін. Қаладан сырт аймақта. Мені уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Інім мен әкеме сәлем айтыңыз», делінген. Одан бері де 2 жыл зымырай өтеді. Ауылдағы өзінен төмен оқыған көрші қыз Сания қала ортасынан кенет Айжанды көріп қалады. Қымбат көліктен түсіп, магазин аралап жүр екен. Жанына барып, «Айжан», деп дауыстап еді. Естімеген кейіппен ішке кіре кетті. Айжанды көргенін анық біледі. Тек неге қарамады деген сұрақ кеудесінде қалды. Сания демалысқа ата-анасына бармақ болып, ауыл автобусына отырды. Сол жерде Айжанның сыныбында оқыған Жанарды көреді. Өткен жолғы көрген білгенін айтады. «Шатастым дейін десем, анық көрдім. Қателесуі мүмкін емес». Сыныптасы үнсіз тыңдап, «Жоқ, Сания, қателескен жоқсың. Біз де сырттай көргенбіз». Айжан байқамағандай өте шығады. Мұнысына үйрендік. Сыныптағы ұлдардан естуімше, жеңіл жүріске салынған көрінеді. Тек қалталыларға барады екен. Қазір қалада үйі, астында көлігі бар. Жағдайы 5, тек ата-анасына обал болды. Бізді көрсе, етегі жасқа толады. Әр кезде әртүрлі өтірік айтамыз. Қызың сондай деп қалайша? Сен де үндемей-ақ қой. Бұл Айжанның тағдыры. Бір ойлағаны бар шығар. Сәния үйіне келіп, демін алып, Гүлмаржан әпкенің үйіне тартты. Сыр тартып, сөйлесіп көрді. Сөйтсе, Айжан ай сайын бір жапырақ қағазбен уыс-уыс ақша салатын көрінеді. Шетелге кететін болыпты дейді. Енді сол жақтан жіберіп тұрам деген көрінеді. Келмесе келмесін. Тек аман жүрсе болды, ботамай. Өзін қатты сағындым. Әкесі де жиі айтып жүр. Бауырда жігіт болып, әпкемді іздеп табамын. Қолын жылы суға саламын дейді.
Анасы осы сәтте тағы да көзіне жас алды. Сәния да өзін әрең ұстап, көршісінің көңілін аулап, қақпадан алқына шықты. Қадірлі оқырмандар, бұл тағдыр емей немене? Пешенеге жазылған өмірден аттап өту жеңіл болса, бәріміз бақыттың дәмін еш қиындықсыз татқан болар едік. Мына оқиғада Айжан тым қорғансыз болды. Тағдыр тауқыметі жанын қысып қана қоймай, одан әрі адастырды. Адамдардан көңілі қалғаны сондай, жерініп безінді. Ақыры бүлінген дүниенің соңын осындай ызамен қайтарғысы келді. Бұл ешкімге керегім жоқ деген ойдың жетегі еді. Осы жолды қалап келмесе де, тасада жүріп, ата-анасын жарылқап, бауырын жеткізуді көздеді. Айжанның бұл жолға әрекеті алған бетінен қайтпау, байлықтың дәмін қалай болғанда да сезіну, әрі сездіру. Өзге де кейіпкерлерге келсек, алуа кештетіп, үйіне мас күйінде келіп, түн ортасында қарны аша оянып, тамақ жасағысы келгендіктен картоп қуырған көрінеді. Таңғы ұйқысы қысып, отырған күйде ұйықтап кетеді. Үйі өртеніп, бет-аузы адам көргісіз кейіпте мәңгілік қалды. Көршілері ерте байқағанмен, естілік ашылам дегенше, Алуаның 70% денесін күйік шалып үлгерген. Әкесі бар амалды жасап жатқанмен, бұрынғы қалпына келмесі анық. Ал Самат достарын жинап, тауға шықпақ болады. Жаздың мамырлаған күнінде газды басып, қарсы бетке шығып, екінші көлікке соқтығады. Үлгерем деген ойы орындалмай, оқиға орнында қаза табады. Достарының бірінің қолы, екіншісінің аяғы сынып, ұзақ уақыт төсекке таңылады. Бір қызығы, келесі көліктегілер жеңіл жарақатпен аман қалады. Оқиғаны тағдыр деуімнің де сыры осында еді. Тіршілікте түзу жолдан айнудың құны тым қымбатқа түсері хақ. Үлкендердің қарғыс алма, алғыс ал дейтіні де осыдан шығар. Естеріңізде болса, Айжан сол түні бар жүрегімен қарғыс айтқан еді. Мынау өмірде жазықсыз төгілген әрбір көз жастың сұрауы бар. Айжанның бұдан арғы тағдыры Құдайға аян. Уақыты келіп, дұрыс жолды таңдай ма, әлде осы бетімен ары кете ме? Болашақ көрсетеді.